Сен желге тәуелді, еріксіз қаңбақ емессің. Сен тәні мен жаны, оған сай ақыл мен санасы бар адамсың. Сен адамсың, сен еркінсің. Өзегіңді өртейтін де, өміріңді көркейтетін де тек өзің ғана. Таңда, өзіңе бүгін қандай сөздер айтып, өзің жайлы бүгін не ойлайсың? Өзіңді бүгін қорлап, іштей жермен жексен етесің бе? Әлде өзіңді қолдап қорғайсың ба? Бүгін өзіңнің сөзіңді сөйлейсің бе? Таңдау еркі тек өзіңде ғана. Бірақ алдымен бір нәрсені жақсылап ұғып ал. Дәл қазір сен өзіңді өзгемен салыстырып, өзгеден кем не төмен көрсең де, өзіңнен көңілің қалып, өзіңді жек көрсең де, сен бәрібір мейірім мен шапағатыңа лайықтысың. Өзіңнің мейірімің мен шапағатыңа, өзіңнің құрметің мен махаббатыңа лайықтысың. Себебі сен ерекшесің, сен дарасың. Әрине, сенің кемшіліктерің мен қателіктерің жоқ емес. Бірақ осы кемшіліктер мен қателіктерің сені адам қылады ғой. Қателеспейтін кім? Қателеспейтін тек Құдай ғана. Ал сен Құдай емессің ғой, сен адамсың. Сен жай ғана бақытты болу үшін осы дүниеге келген адамсың. Сенің қателік жасауға құқығың бар. Қателік жасамай қалайша бірденнен дұрыс жолды білесің? Қалай ақ пен қараны ажырата аласың? Сондықтан дәл қазір өзіңді қателіктерің үшін кешіріп, олардан ой түйіп, түйін түйіп, сабақ алып, болашақта бұл қателікті қайталамауға тырыс, әрекет ет. Дәл қазір айнаға барып қарашы. Айнадан өзіңе ең жақын, қанша жерден жек көрсең де сенен ешқашан бас тартпайтын адаммен жолығасың. Ол өзіңмен жолығуға асық, сені өзің сағынып, тағатсыздана күтуде.